Үшінші сынып математика сабағы бекіту. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасың. Ортақ тақырып судың өсімдіктер үшін маңызы. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрін осы басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, барлық істі атқарған. Ойымызды айтайық, сабағымызды бастайық. Ата-анамыз мәз болып, қалсын бір сәт марқайып. Балалар, енді кітабымыздың 12-ші бетін ашайық. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептеуді баған түрінде орында. Бірінші қатарға есептеу нәтижелерін өз суретімен, екінші қатарға кему ретімен орналастыр. Қандай мақал жазылған оқы, мақалдың мағынасын түсіндір. Балалар, ендеше өз суретімен бірінші қатарды, екінші қатарды кему ретімен орындап, маған WhatsApp желісіне жіберейік. Балалар, бірінші есепті шығарып болдық па? Ендеше шығарып болсаңдар, тексеріп алайық. Қане, барымыз бірге оқиық. Сулы жер, нулы жер. Бұлақты жер, тұрақты жер. Қане, жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз. Балалар, мен сенімдімін. Барлығын осылай орындағандарына. Балалар, кітабымыздың 3-ші есебін қарайтын болсақ, есепті шығар дейді. Бағбан ұзындығы 4 метр және ені 2 метр болатын жер телімін тормен қоршау қажет. Оған неше метр тор қажет болды? Яғни балалар, бұл жерде не белгілі? Ұзындығы және ені белгілі. Яғни А тең 4 метр, Б тең 2 метр. Балалар, біз бұның қанша метр тор қажет болды дейді. Яғни периметрін табуымыз қажет. Балалар, периметрін табу үшін біз қандай әріппен белгілейміз? П әріпімен белгілейміз. Өте жақсы. Яғни, балалар, периметрін табу үшін біз ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Яғни 4-ке 2-ні қосып, және оны 2-ге көбейтеміз. Яғни 4-ке 2-ні қосатын болсақ, 6. 6-ға 2-ні көбейтсек, 6 мен 2-ні көбейтіндісі 12-ге тең. Яғни бағбанға неше метр тор қажет болды? Дұрыс айтасыңдар, 12 метр тор қажет болған екен. Ендеше оның жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жауап бердіңдер. Енді келесі тапсырманы біз өзіміз орнымызда отырып орындап көрейік. Және маған WhatsApp желісіне жіберуді ұмытпаңыздар. Кітабымыздың 13-ші бетін ашайық. 13-ші бетіндегі 4-ші есепке назар аударатын болсақ, суретке қара, өрнек бойынша есеп құрастыр дейді. Яғни бір көшетке 302 теңге. Жаңағы теңіз гүл көшеті, ал шырай гүл көшеті, бір көшеті 102 теңге екен. Яғни біз осыған қарай отырып есеп құрастырамыз. Яғни 302 көбейтілген 2 қосылған 100 көбейтілген 3. Яғни 3 пен 2-нің көбейтіндісі балалар нешеге тең болады? 302 мен 2-нің көбейтіндісі 604-ке тең болады екен. Яғни 604-ті, ал 102 мен 3-тің көбейтіндісі 306-ға тең болады екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді 604 пен 306-ның қосындысы қаншаға тең болады? Жарайсыңдар балалар. 910-ға тең болады екен. Ендеше жауабы барлығы қанша болған екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. 910 болған екен. Жауабын балалар тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Біз есепті дұрыс шығардық. Енді осы есептің келесі әсін қазір өзіміз орнымызда отырып шығарамыз. Суретке қарап, өрнек бойынша есеп құрастырып, шығарып, маған жібереміз. Сендердің есепті түсініп, дұрыс шығаратындарыңа сенімдімін балалар. Енді кітабымыздың 13-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Ол жерде салыстыр, яғни өрнектерді салыстырамыз. Мына өрнектер өте жеңіл балалар. Біз есептемейді салыстырсақ болады, я? 308 бөлу А мен Б-ның қосындысы.
308 бөлу А мен Б-ның айырмасы. Балалар, қайсы артық? Дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни 308 бөлінген А қосылған Б, 308 бөлінген А мен азайтылған Б, яғни артық екен. Келесі балалар, С қосылған Д бөлеміз 8-ге. С қосылған Д көбейтеміз 8-ге. Қайсы артық болады балалар, қайсы кем болады? Жарайсыңдар балалар. С қосылған Д бөліндісі 8, С мен Д-ның қосындысының көбейтіндісі 8, яғни артық екен. Дұрыс айтасыңдар. 480 бөлінген 4 қосылған Б. 480 бөлінген жақша ішінде 4 қосылған Б. Қайсы артық болады балалар? Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жауап беріп отырдыңдар. Жауапты тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз балалар. Енді осы есепті келесі баған өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Енді кітабымыздың 13-ші бетіндегі 6-шы есепке назар аударайық. Баққа 130 алма көшеті алмаға қарағанда 2 есе артық алмұрт отырғызылды. Алма мен алмұрт қанша болса, сонша шабдалы көшетін отырғызды. Бақшаға неше шабдалы көшетін отырғызды. Бұл жерде балалар белгілі бізде алма көшеті. Алмұрт көшесі белгісіз, бірақ 2 есе артық екені белгілі, және шабдалы көшетінің белгісіз екендігін білеміз. Енді бірінші біз балалар алмұрт көшетінің қанша екендігін тауып алуымыз керек. Ендеше біз не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. Алма көшеті бізде 130, яғни алмұрт көшеті 2 есе артық десе, біз онда көбейту амалын орындаймыз. Яғни 2-ге көбейтеміз. Көбейтеміз 2-ге. Яғни 130-ды 2-ге көбейтетін болсақ, балалар, қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 260 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Сол мен алмұрт көшеті нешеге тең болды балалар? 260-қа тең болады екен. Енді бізде шабдалы көшетін табуымыз керек. Яғни алма көшеті белгілі 130 көшет. Алмұрт көшеті белгілі болды 260, ал шабдалы көшеті екеуі қанша болса, сонша дейді. Ендеше біз 130-ға не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. 130-ға қосамыз барлығын табу үшін. 260-ты. 130-ға 260-ты қоссақ, қанша болады балалар? Жарайсыңдар балалар. 130-ға 260-ты қосатын болсақ, 390 болған екен. Солмен балалар жауабы 390 шабдалы көшеті отырғызылған екен. Жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап бердік те. Жарайсыңдар балалар. Сендер өте дұрыс жауап бердіңдер. Енді балалар, қазір өзіміз орнымызда отырып, осы есептің әсін орнымызда отырып шығарып көреміз. Яғни бүгінгі есепке біз түсіндік бе, түсінбедік бе, маған WhatsApp желісіне жіберсеңдер, мен сіздердің есептеріңізді тексеріп беремін. Балалар, кітабымыздың 13-ші бетіндегі 8-ші есеп, тапқырлыққа арналған есеп, яғни логикалық есеп. Өзеннен сыйымдылығы 9 литр және 5 литр болатын шелектердің көмегімен 6 литр суды бетонға қалай құйып алуға болады дейді. Яғни қазір орнымызда отырып өзіміз ойланып шығарып көреміз, сосын менің жауабыммен тексеріп көреміз. Кім шығара алады екен балалар? Кімнің логикасы мықты екенін тексерейік. 5 литрге суды толтырып аламын. Оны 9 литрлікке құямыз. Тағы да 5 литрлікке толтырып аламыз. Оны 9 литрлікке құямыз. Сонда 1 литр артық қалды. Қалған 1 литрді бетонға құйып қоямыз. Тағы да 5 литрлікті толтырып аламыз. Бетонда 1 литрлікке қосамыз. Сонда 6 литр су болды балалар. Жарайсыңдар балалар. Мен сендердің дұрыс шығарғандарыңа сенемін. Балалар, мен сендерге үйге тапсырма ретінде 13-ші беттегі 7-ші есепті бергім келіп отыр. Онда досыңмен ойна. Әр сандықшадан бір-бір өрнектен алып отыр. Оларды қос.
алынған өрнектерді жаз. 5 минуттың ішінде кім көп есепті шығарып үлгереді деген екен. Яғни бұл есепті мен сендер үйде орындай алады деп сенемін.